Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге ғаламның ғажайып 10 ғимарат туралы айтамын. Сіздерде маған керегі арнаға тіркеліп лайк басу. Себебі келесіде сіз менің видеоларымды көрмеуіңіз мүмкін. Ендеше кеттік. 21 ғасырдың архитектурасын дамығаны соншалық адам баласының аспанға қол созуына мүмкіндік туып отыр. Сіздерге ұсынылып отырған осынау тылсым ғимараттар жарқын болашақтың айқын кепілі. Ендеше ғаламның ғажайып ғимараттарымен таныс болыңыздар. Бірінші ғимаратымыз Патша мұнарасы. Патша мұнарасы болашақта әлемдегі ең биік ғимараттар көшін бастамақ. Араб елінің төрінен орын алған бұл ғимарат 2019 жылы қолданысқа беріледі деп болжам жасалуда. 1,2 миллиард ақш долларына салынып жатқан ғимараттың ішінде керемет кеңселер, обсерватория, Four Seasons қонақ үйі, 157 қабатында әлемдегі ең биік терраса орналасқан. Екінші ғимаратымыз Шанхай мұнарасы. Қытайдағы 21 қабатты Шанхай мұнарасының құрылысы 1993 жылы басталған болатын. Араға 21 салып құрылыс жұмыстары аяқталды. 4,2 миллиард ақш доллары жұмсалған, ал ғимаратта әлі де әрлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әлемдегі биіктігі жағынан екінші орында тұрған бұл ғимараттың салтанатты ашылу рәсімі 2015 жылы өтті. Десе де ғажайып ғимаратқа қызығушылық танытқан миллиондаған адам таң ғажайып өнер туындысының көрермені болып үлгерді. Көкпен таласқан көк шатыр табиғат апаттарына төзімді әйнекпен қапталған. Үшінші ғимаратымыз Перл мұнарасы. Дубайда әлемнің бөлшегі формасында жасанды аралдар жасалынған болатын. Қарапайым тұрғын үйге ұқсас биік сауда орталығын салуға әзірге жоспарлануда. Парсы шығанағының көрінісімен 73 қабатты Перл мұнарасы құрылысы 2009 жылы басталған және 2016 жылы аяқталуы тиіс. Ішкі қалада көктегі көпір арқылы жасалынған 4 мұнара және халықаралық Дубай кинофестивалі өтетін 1800 орынды премиум театр салу жоспарланған. Және де біздің 4-ші ғимаратымыз Агора бақшасы. Шиыршықталған қос қанатты Агора бақшасы 2016 жылы табиғат пен адам арасындағы үйлесімділіктің үздік үлгісі болады деп күтілуде. 20 қабатты ирек пішіндес ғимарат тұтастай жасыл желек жамылған. Керек десеңіз әр қабатта балкон мен бақшалар бар. Онымен қоймай, бұл ғимарат қуат көзін күннен алып, жауын суын өңдей алады. 5-ші ғимаратымыз World One. Көкпен таласқан 117 қабатты World One ғимаратының әрлеу жұмыстары аяқталса, әлемдегі ең биік тұрғын үй және Мумбайдағы ең биік ғимарат болары сөзсіз. Сондай-ақ ол Мумбайдағы байлардың баспанасына айналмақ. Сонымен қоса, Джорджо Арманидің дизайнымен жасалған ғимаратта қызмет бабына пайдаланған 3-4 бөлмелі, әрқайсысы 1,5 миллион ақш доллары тұрады. 300-ге тарта үлкен үй-жай қосымшасы салынған. 26 қабатты үнді мұнарасының салынып жатқанын ескерсек, бұл ғимараттың Мумбайдағы ең биік ғимарат атағы ұзақ уақыт ұстап тұра алмауы мүмкін. 6-шы ғимаратымыз Абдолла патшаның мұнай зерттеу және оқу орталығы. Бұл осы тізімдегілермен салыстырғанда жерге ең жақын орналасқан ғимарат. Бірақ Сауд Арабиядағы Эр-Риядтағы ғажап Кар-Саркс көпұлтты бикамерациялық орталықтан гөрі Джеймс Бонд оқиғасындағы зұлымның ішіне көбірек ұқсайды. 6 бұрышты шақпақ өмірді кристалл тәрізді өзгеше дизайн, Ирак архитекторы Захи Хадидтің төл туындысы. Құрылыс 2009 жылы басталып, қазіргі уақытқа тек алмасы жақтауы ғана аяқталған. Әзірге ғимараттың ашылу мерзімі белгісіз. 7-ші ғимаратымыз Чуннан орталығы. Жақында ғана Қытайдың Сучжоу қаласында биіктігі 730 метр, 138 қабатты алпауыт орталықтың құрылысы басталды. Бұл орталықтың құрылысы оңайға соқпасы белгілі, алайда 4,5 миллиард ақш долларына бағаланған жоба белгіленген мезгілде қолданысқа берілсе, Қытайдағы ең биік ғимарат, ал әлемде болса ең биік ғимараттардың үштігіне енеді. 8-ші ғимаратымыз Lot World Tower. Жоғарыда алып ғимараттардың көшін ары қарай Оңтүстік Корея жалғастырады.
Сеулде 556 метрлік 123 қабатты Lotte World Tower салынып жатыр. Белгіленген мерзімге қолданысқа берілгелі тұрған ғимараттың ішінде түрлі дүкендер, кеңселер, аппараттар мен қонақ үйлер, тағы да басқа қызмет көрсету орталықтары салынуда. Сонымен қатар пирамидалығымен ерекшеленген Солтүстік Кореяның Райганг қонақ үйін тақтан түсіріп, Кореяның жарты шарына төбеден қарамақ. 9-шы ғимаратымыз Даванг таулы шипажайы. Қарапайым қонақ үйлерден шаршадыңыз ба? Олай болса, 2016 жылы қос жартаспен құшақтаса орналасқан Қытайдың Даванг таулы шипажайы сіздерді асыға күтеді. 170 метр аумақты алып жатқан алып шипажайда мұз айдыны, жабық шаңғы кешені, аквапарк пен қатар аспалы бақша орналған. 10-шы ғимаратымыз Сонджан қонақ үйі. Жартас пен көлдің арасында салынған Сонджан қонақ үйі Қытайдың жоғары санатты демалыс орындарының бірі болады деп күтілуде. Шанхайға жақын жерден қоныс тепкен бұл қонақ үй Даванг таулы шипажайы секілді жартаста орналасқан, үстінен сылдырай ағып жатқан сарқырама әсем ғимараттың сұлулығын арттыра түседі. Bir қарағанда бұл әсемдік жоғарыдан анық көрінбеуі мүмкін, алайда жақыннан көз тастасаңыз су астындағы тылсым бір көрініске қанық боласыз. Ендеше біз видеоның соңына да келіп жеттік. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Себебі сіз менің видеоларымды келесіде көрмей қалуыңыз мүмкін. Ендеше қош сау болыңыз. Айтпақшы, келесі видеоны қандай шығарайын, соны комментарийға жазсаңыз болады.